Сәлем достар, сіздермен бірге керек кеңес арнасы. Бүгін біз сіздерге даршын, яғни корицамен арықтаудың жолдары туралы айтатын боламыз. Даршын әлем бойынша танымал, көп қолданылатын дәмдеуіштердің бірі. Даршынның қош иісі мен тағамдарға керемет дәм беру қасиетіне, оның қолжетімділігі мен пайдалы қасиеттерін және ең бастысы арықтауға көмектесетін. Қоссаңыз, даршыннан асқан дәмдеуіш таба алмайсыз. Даршынның пайдалы қасиеттері қарапайым дәмдеуіш үшін өте көп. Жарты шай қасық даршын қандағы холестерин шамасын төмендетеді. Оған қоса даршын қан құрамындағы қанттың шамасын реттеп, жүрек ауруларының алдын алады. Оны ағзаны толықтай тазарту үшін қолданады. Даршын қосылған балды дәрігерлер қатерлі ісіктер профилактикасы ретінде қолдануға кеңес береді. Даршынның иісі кофенің иісі сынды ми жұмысын, есте сақтау қасиеттерін жақсартады. Даршынның құрамындағы клетчатка, кальций, магний және темір және басқа да микроэлементтер ағзамызға өте қажет. Зат алмасуды тездетеді. Даршын ас қорыту жүйесіне де өте пайдалы. Даршынды тұрақты түрде түрлі тағамдарға қосу иммунитеттің әлдеқайда берік болуына өз септігін тигізеді. Оған қоса, даршынның қош иісі адамның тәттіге деген құмарлығын кемітеді. Демек, арықтау жолында сізге таптырмас көмекші бола алады. Назарларыңызда арықтауды әлдеқайда тездететін даршын қосылған түрлі сусындар. Олар зат алмасуды тездетіп, тәбетті басып, ағзаны тазалайды. Бал сусыны. Жарты шай қасық даршынды 1 стакан қайнатылған суда ерітіңіз. Жарты сағаттан кейін сусынға 1 шай қасық бал қосып, күніне 2 рет таңертең және кешке ішіңіз. Айран сусыны. Майлылығы төмен айранға жарты шай қасық даршын қосыңыз. Мүмкіндік болса, айранға үккіштен өткізілген зімбір қосуға болады. Даршын қосылған шай. 1 шыны қара немесе жасыл шайға жарты шай қасық даршын қосыңыз. Сүтті сусын. Блендерде 5-6 құлпынай немесе басқа да кез келген жидек түрі мен 1 шай қасық даршынды үгітіп 200 мл сүт қосыңыз. Сусынның үстінен үгітілген жаңғақ сепсеңіз, нағыз пайдалы таңғы ас болады. Кофе сусыны. 100 мл сүтке жарты шай қасық кофе, 1 шай қасық какао және 1 шай қасық даршын қосыңыз. Осы сусындар сізге күш беріп, тәбетті басып, тез арада азуға көмектеседі. Ал даршынды күнделікті әзірлеген әр тағамыңызға сәл-сәлден қосып жүрсеңіз, пайдасы бірнеше есе болады. Даршынды ботқаларға, тәтті бәліштерге, сүтке, шайға, кофеге, смузиге, сүт сусындарға, тіпті жемістерге де қосуға болады. Сіздермен болған керек кеңес арнасы. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.